Егер сен YouTube'да өз арнаңды ашқың келсе, мен саған керемет жаңалық айтайын. Сен YouTube'тың кішкентай ғана бөлігін игере аласың. Қалай? Бүгін осы туралы айтамыз. Сонымен, қор нарығы деген жер бар. Көз алдыңа қарапайым базарды елестетші. Бірақ жемшедектің орнына онда үлкен компаниялардың кішкентай бөліктері сатылады. Google, Apple, Tesla, кез келген үлкен компанияның кішкентай бөлігі. Қайсысын кім алам десе де, өз еркі. Бұл кішкентай бөлшектер акция деп аталады. Акция сатып алдың, компанияның ортағы иесі болып шыға келдің. Күшті, я? Акциялардан пайда көрудің екі жолы бар. Біріншісі, акция қымбатта, сен сатып алған акцияны қымбатырақ сатып жібере аласың. Екіншісі, компания пайда тапты да акционерлермен бөлісті. Бұл дивиденд деп аталады. Бірақ бұның кері жағы да бар. Компанияның бағасы түсіп кетуі мүмкін. Сосын сенің де бағаң түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан акция қауіпті тәуекелге толы. Сондай-ақ басқа да құрал бар. Ол облигация. Бұл компания бөлік емес, бұл қарыз. Сен компанияға немесе тіпті мемлекетке қарызға ақша бересің. Олар саған пайызын төлейді және толықтай қайтаруға міндеттеледі. Бұл пайыздар купон деп аталады. Мысалға, сен кофейня аштың дедің. Иә, Саған үлкеюге ақша керек. Сен акция шығара аласың. Яғни, кофейня бөліктерін басқа адамдар сатып ала алады. Сөйтіп олар сенімен бірге кофейняның ортақ иесі болады. Кофейня көркейсе, олар да пайда табады. болмаса, мен облигация шығарып, адамдардан қарызға ақша ала аламын. Мен оларға ақшаларын 3 жылда қайтарып беремін деймін, әр жыл сайын пайызын төлеп отырамын. Акция қауіп көбірек, мүмкіндік те көп. Облигация қауіп төмен, пайда тұрақты. Енді акция мен облигацияларды қалай сатып аламыз? Сол туралы айтайықшы. Ол үшін брокер керек. Ол биржа мен сенің араңдағы көпір. Оған сен сатып алу мен сату бойыншағы тілектерінді орындайтын агент деп қара. Жоспар оңай. Рұқсаты бар брокер таңдайсың, шот ашасында қосымша арқылы шотыңды толтырып отыра бересің. Бұл 18 жастан бастап қолжетімді. Бірақ қазірден бастап зерттей беруіңе болады. Қор нарығы ол таңдаулы адамдарға ғана арналған дүние емес. Ол ақшасы депозиттегіден жылдамырақ өскісі келетін адамдарға арналған. Бірақ мүмкіндік көбейген сайын қауіп те үлкейе береді. Алдымен оқып біл, сосын инвестицияға сал.